Балалар, бүгінгі тыңдайтындарың Абайдың «Есек пен бұлбұл» атты мысал өлеңі. Есек пен бұлбұл. Тойған есек шөпті оттап маңайдағы, сонырқап шатқа кетті қай-қайдағы. Тентіреп, өркен өрлеп келе жатып, жолықты бір бұлбұлға тоғайдағы. Сенбісің ақын бұлбұл, жаңа көрдім, атыңа жұрт мақтаған құмар едім. Бір сайрап берсең қалқам өзім естіп, рас пекен жұрттың сөзі сынар едім. Өнерге салды бұлбұл сонда аңыратып, шыңғыртып, шымырлатып, сорғалатып, мың түрлі күйге салып толқындады, маңайды жан біткенді таңыр қатып. Қой жатыр, қойшы тыңдап тұр делбіреп, көзіне қып-қызыл боп жас мөлдіреп. Жел соқпай, құс шуламай, бәрі жым-жырт, әнге көңіл жіберіп тұр делжіреп. Бұлбұл болды, тосып тұр есек сөзін, есек жерге қаратып екі көзін. Ішпіс баяқ тыңдарлық бар екенсің, әттеген ай, білмепсің әтеш төзің. Екенсің ән салуға сен дағепті, сен біраз әтеш әнін үйрен, депті. Бұл сықылда сыншының сөзін естіп, көз көрмеске бұлбұлда ұшып кетті. Демеймін жұрт мақтасын, я жақсын, я жақпасын, сөйтсе де мұндай сыншыдан Құдайым бізді сақтасын.